Қайырлы күн, достар. Бүгін кимчи салатын дайындаймыз. Капустаны 3 күн тұз суға салып қоямыз. Тұзын әркім өзінің қалауымен. Оған чеснок керек. Через мясорубка өткіземіз. Жақсылап тазалап, сыртын әдемілеп, жаңағы шіріктерін алып тастап, сосын болгарский перец обычный сладкий, соны тоже мясорубкадан өткіземіз. Тоже ішінің бәрін тазалап, одан кейін оның үстінен сәбіз тазалап теркадан өткіземіз. Мясорубкадан да өткізуге болады, бірақ теркадан өткізген әдемі көрінеді. Одан соң мынау ащы красный перец, бұны мен банкаға өткізіп жауып қойғам күздігіні. Таза ащы. Соны жаңағы мясорубкадан өткізген және сәбізбен бірге араластырамыз. Жақсылап біркелкі етіп, сосын осының бәрін капустаның арасына жағамыз. Бір-бірлеп, бір-бір жапырақтан жағып шығамыз. Мұнда капуста уже тұздалған. Капустаны тұз суға 3 күн салып қоямыз. Тұзы өзіне тартып сіңіп, сосын тұз салудың қажеті жоқ. Тоже по вкусу тұзы. Сосын осының бәрін былай жағып, бір-бірінің үстінен осылай бастырып, үстіне ауыр зат басып қою керек. Чтобы капустаның суы өзіне шығып, сол судың ішіне өз дәмін өзіне сіңіреді. Ас болсын.